Сәлем достар, сіздермен осындай сүтсіз үйленетін күлше нанның рецептісімен бөліскім келеді. Жасап көріңіздер, өте дәмді, жұмсақ, тәтті болып шығады. Булочки сияқты жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар, көптеген рецептер шығып тұрады. Бізге 250 грамм су керек болады. Бөлме температурасындағы 5 грамм ашытқы, 1 шай қасық тұз, 30 грамм сұйық май, 2 шай қасық шекер керек болады. Жақсылап араластырып 400-550 грамм алдын ала ұнымызды електен өткіземіз. Осылай өлшеп міндетті түрде електен өткізіңіздер. Сол кезде біздің қамырдан, ұннан жасалған тағамдарымыз үлпілдек күшті болып шығады. Осылай електен өткізіп аламыз бәрін. Қамырымыз елеп болған соң қолымызға жабысып жатса, осылай қосымша 50 граммдай қосып жібересіздер. Кейбір ұнның ылғалдығы, тығыздығы болады. Сол кезде біздің шамалы ұн ойнауы мүмкін рөл. 1 сағат қашытуға жібереміз қамырымызды. Қамырымыз дайын болды. Осылай 2-3 бөлікке, яумаса бір елесен жайсаңыздар болады. Менде бір үлкен күлше нан қылдым. Қолдарыңызбен осылай жасап шығасыздар. Шеттерін бортик сияқты қылып қалдырасыздар да орталарын әдемі қылып жасап жібересіздер. Осылай бізде күшті үлпілдек қамыр болды. Пештеріңізді алдын ала 180-200 градусқа қыздырып қойып, осылай жасап болған соң 15 минуттай тұрғызасыздар. Үстіне бір жұмыртқа жағамыз. Мак, яумаса күнжіт сепсеңіздер де болады. Ақ күнжіт, қара күнжіт, яумаса мак, яумаса ештеңе болмай қалған жағдайда сеппесеңіздер де болады. Мен мак пен күнжіт сеуіп шықтым. Нанымызды 25-30 минутта қарап тұрып пісіріп аласыздар. Кейбір пештің бір жағы пісіп, бір жағы піспейді, ауыстырасыздар. Суытып күлше нандарымызды жей бересіздер. Өте жұмсақ, күшті болып шықты, тәп-тәтті. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.